Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қамырдан әртүрлі заморозка дайындауды үйренеміз. Ең алдымен ашытылған қамыр немесе дрожжевое тесто дайындаймыз. Ыдысқа су, сүт құямыз, оның үстінен қант және де ашытқы салып араластырамыз. Дайындауға қажетті зат мөлшерлерін видеоның астындағы описание бөліміне қалдырып кетемін. Ыдыстың бетін пленкамен 5-10 минутқа жауып қоямыз. Мінекей осылай ашытқымыз кішкене көтерілу керек. Енді үстінен тұз, жұмыртқаны салып араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Ұнды қоса отырып, біртіндеп араластырамыз. Ұн міндетті түрде електен өткен болу керек. Осылайша жұмсақ қамыр илейміз. Осылай ашытылған қамырды морозильникке салып қатырып қойсаңыз өте күшті, себебі кез келген уақытта алып, бауырсақта неше түрлі бәліштер, тәттілер де жасай аласыз. Мінекей илеп алдық, енді ыдысымыздың бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Жылы жерде тұру керек. Қамырымыз мінекей осылай күшті болып көтерілді. Міне осылай бөліктерге бөліп, пакетке салып қоямыз. Одан кейін тоңазытқышқа қоямыз. Ал енді екінші заморозкамыз манты. Ең алдымен мантыға қамырын илеп, жайып аламыз. Егер сіз мантының қамырын қалай дайындалуын білмесеңіз, мен төменде сілтеме қалдырам, соған кіріп көріп алыңыз. Міне осылайша қамырды жұқа болғанша жайып аламыз. Мантыны осылай тоңазытқышқа салып қатырып қойған өте күшті, себебі қонақ келсе де аяқ астынан, жұмысыңыздан қолыңыз босамай қалса да, бұл сізге өте күшті көмекші болады. Кез келген уақытта 1 сағаттың ішінде пісіріп дайындай аласыз. Енді түйіп алған мантыларымызды ыдыстың үстіне пищевой пленка төсеп, оның үстінен кішкене ұн сеуіп, ыдысқа біртіндеп орналастырамыз. Міне осылай тоңазытқышқа қойып қатырып аламыз. Ал енді біздің үшінші заморозкамыз ол қаттама. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құйып, оның үстінен тұз, кішкене ашытқы салып араластырамыз. Ұнды біртіндеп қоса отырып, орташа жұмсақтықтағы қамыр илейміз. Міне жұмсақ қамыр илеп алдық, енді жаямыз. Қамырымыздың үстінен ерітілген маргаринді жағып шығамыз. Міне осылай оқтаумен орап, кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей осылай 3 бөлікке бөліп шығамыз. Міне осылай олу сияқты қылып ораймыз. Сол кезде сізде қатпарлы, өте дәмді қаттама шығады. Міне осылай қаттаманың қамырын дайындап алдық. Енді қатыру үшін пищевой пленкамен орап қоямыз. Міне осылай мен 6 қаттаманың қамырын дайындап қойдым. Енді тоңазытқышқа жібереміз. Мінекей бізде осылай барлық заморозкамыз дайын болды. Манты да, қаттама да, ашытылған қамырымыз да дайын болды. Әрқайсысын осылай пакетке салып қойып, тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Бұл сіздің уақытыңызды өте жақсы үнемдейді. Келесі кездескенше.